Арифметикалық орта өзгеріс ауқымы мода медиана. Бір мысал көрсетіп өтейін. Қараңыздар. 5, 4, 3, 2, 8. Яғни осы цифрларды пайдаланып, біз арифметикалық ортасын есептейік бірінші. Яғни не істейміз? Арифметикалық ортасы барлығын қосамыз, жәнегі 5 қосу 4 қосу 3 қосу 2 қосу 8, я? Енді санаймыз. Нешеу бізде? 1, 2, 3, 4, 5. Бөлеміз 5-ке. Так, бізде қосындысы шығады 22. 22-ні 5-ке бөлеміз. Сонда 4,4 шығады. Яғни арифметикалық ортасы 4,4. Енді келесі кеттік. Өзгеріс ауқымы. Өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкеннен ең кішісін аламыз. Сонда 8-ден 2-ні алады екенбіз. Сонда 6 шығады. Міне. Көрдіңіздер ме? Ең үлкені 8, азайтамыз 2-ні. Ал модасы деген. Мода деген ол қайталанып тұрған санды айтады. Мына жерде қайталанып тұрған сан жоқ. Көрдіңіздер ме? Қайталанып сан жоқ. Енді 6, 4, 4, 3, 7, 8 болсын міне. Бізде қайталанып тұрған 4. Яғни модасы, жазамыз, модасы 4 деп міне. Модасы 4 екен. Ал медиана, қараңыздар. Мына есептің медианасын табайық. Яғни бірінші мына есепті өсу ретімен жазып аламыз. Яғни 2, 3, 4, 5, 8 деп. 2, 3, 4, 5, 8. Қараңыздар. Яғни ортасында тұрған бұл бізде қандай сан? 4. Міне болды. Яғни медианасы бізде 4-ке тең екен. Жазамыз. Медианасы 4. Міне. Егер тақсан болғанда, міне қараңыздаршы, 1, 2, 3, 4, 5. Тақсан болғанда бізге табу оңай. 2 шетін алып тастаймыз, яғни 4 шығады міне. Ал егер жұпсан болса, қараңыздар, жұпсан болса, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тағы да солай өсу ретімен жазып аламыз. 3, 4, 4, 7, так, 6, 7, 8. Міне қараңыздар ма? Енді қараймыз. 2 шеткісін алып тастаймыз. Міне ортаңғы бізде тұрғаны 4 пен 6 тұр. Міне. 4 пен 6 тұр. Не істейміз? Арифметикалық ортасын таба саламыз. Яғни 4-ке қосамыз 6-ны, бөлеміз 2-ге. Сонда тең 10-ды бөлеміз 2-ге, тең 5 шығады. Міне, тең 5. Сонда қараңыздар, медиана дегеніміз ол ортасы. Бірақ біз оны бірінші не істейміз? Өсу ретімен жазып аламыз. Қараңыздар. Бізде 2, 3, 4, 5, 8 деп. Міне көрдіңіздер ме? Өсу ретімен жаздық, яғни ортасы бізде 8 шықты. Ол медианасы. Яғни осы жерде бізде орналасқан тақсан, 5. Ал мына жерде жұпсан. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни ортасын қараймыз. Бізде 4 пен 6. Яғни оны не істейміз? Арифметикалық ортаға саламыз. 4 қосу 6, қосу бөлу 2. Тең 10-ды бөлеміз 2-ге, тең 5. Яғни медианасы 5-ке тең.